Қайырлы күн, қадірлі көрермен және әріптестер. Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые коллеги, зрители. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы Байзақ ауданының әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері. Бүгінгі эфир қонағымен таныстырып өтейін. Байзақ ауданының әкімінің міндетін атқарушы Сағынбеков Болат Мырзаханұлы. Құрметті Болат Мырза, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз тізгіні өзіңізде. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының Микрофон. Байзақ ауданының Микрофон бастаңыз. бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері Байзақ ауданының әлеуметтік экономикалық даму барысының 2024 жылдың 10 айының көрсеткіштеріне тоқталып кетер болсам, өнеркәсіп саласы бойынша мемлекет басшысының алға қойып отырған басым міндеттерінің бірі өнеркәсіпті дамыту және инвестиция тарту. Ағымдағы жылдың 10 айында өнеркәсіп өндірісінің көлемі 7 миллиард 884 миллион теңгені құрап, нақты көлем индексі 100,7% қалыптасты. Аудан бойынша өнеркәсіп өнімін өңдейтін 20 заңды тұлға тіркелген және 10 жеке кәсіпкер тіркелген. Инвестиция бойынша үстіміздегі жылдың есептік кезеңінде ауданға 20,2 миллиард теңге инвестиция тартылып, бұл көрсеткіш 80%-ды құрап отыр. Жыл басынан жалпы құны 1 миллиард 684 миллион теңге болатын 17 инвестициялық жоба іске асырылып, мұнда 64 жаңа жұмыс орындары ашылды. Шағын және орта бизнес бойынша 2024 жылдың қазан айында Байзақ ауданы бойынша тіркелген шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 10,803, оның ішінде жұмыс істеп тұрғаны 9,643. Бұл 89,3%-да қалыптасып отыр. 2024 жылдың қаңтар-қазан айларында бизнестің жол картасы 2025 бизнесті қолдау және дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында 2,5 миллиард теңгеге 96 жоба қаржыландырылды. Негізгі сала ауыл шаруашылығы саласына тоқталар болсам, 2024 жылдың 10 айында өнім көлемі 100,6%-ға артып, өндірілген өнім 58,3 миллиард теңгені құрап отыр. 2024 жылдың өнімі үшін ауыл шаруашылығы дақылдары жалпы 54,441 гектар алқапқа егілді. Бұл егілген дақылдардан қант қызылшасына басқасын барлығынан шаруашылықтар өздеріне тиісті өнімдерін жинап алды. Мал шаруашылығында да айтарлықтай өсім бар. Мәселен, 10 айда 22,3 мың тонна ет тірі салмақта, 28,7 тонна сүт және 11 миллион 400 мың дана жұмыртқа өндірілді. Аудан бойынша жалпы құны 1 миллиард 679 миллион болатын 160 жаңа ауыл шаруашылығы техникалары алынды. Оның ішінде 52 трактор, 6 комбайн, 102 әртүрлі ауыл шаруашылығы техникалары. Бүгінгі күнге техника жаңарту көрсеткіші ауданда 9,9%-ды құрап отыр. Жыл соңына дейін техника жаңарту көрсеткішін 10%-ға арттыру міндеті тұр. 2024 жылы 67 шаруашылық ауданда 3010 гектар алқапқа қант қызылшасы дақылын екті. Қант қызылшасы дақылының 1860 гектар егіс алқабына су үнемдеу технологиясы енгізілді. Оның ішінде 760 гектарына жаңбырлатып суару, 1100 гектарына тамшылатып суару жүйелері орналастырылды. Бүгінгі күнге 2254 гектар қант қызылшасы алқабы жиналды. Ол алқаптан 90 мың тонна қант қызылшасы жиналып, қант зауыттарына өткізілуде. Бұл 75%-ы қант қызылшасының жиналды.
Бұл жиын-терін жұмыстары жалғасуда. Қазір біздің шаруашылықтар Меркі және Ақсу қант зауыттарына тәтті түбірлерді жөнелтуде. Су үнемдеу технологиясын енгізу бойынша соңғы жылдары шаруашылықтар жаңа технологиялар енгізу жұмыстарын қарқынды қолға алып жатыр. Мәселен, ауданның агроқұрылымдары су үнемдеу технологиясының 2024 жылы 5500 гектар алқапқа енгізсе, мемлекет басшысының ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемін 2024-2028 жылдарға ұлғайту жөніндегі тапсырмасына сәйкес 2028 жылға дейін су үнемдеу технологияларын 8300 гектар алқапқа жеткізу жоспары бар. Ауыл шаруашылығы саласын несиелендіру бағдарламасы бойынша 2024 жылы көктемгі дала жұмыстары үшін кең дала бағдарламасы бойынша біздің аудан шаруашылықтары 289 миллион теңгеге өтінім беріп, 280 миллион теңге несиелерін алды. Сонымен қатар кең далана жиын-терін жұмыстарына байланысты кең дала 2 бағдарламасы іске қосылып, бұл бойынша біздің аудан шаруашылықтар 438 миллион теңгеге өтінім беріп, бүгінгі күнге 20 миллион теңге қаражатын алды. Тұрғын үй мәселесі бойынша ауданда тұрғын үй мәселесі кезең-кезеңмен шешімін тауып келеді. Ауданда жаңа массивтер мен көп қабатты үйлер бой көтеруде. Жыл басынан бері 39 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілсе, жыл соңына дейін 47 мың шаршы метр болады деп жоспарлап отырмыз. Бүгінде құны 2,5 миллиард теңгені құрайтын 60 пәтерлі 4 тұрғын үйдің құрылысы аяқталды. Бұл аяқталып, тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға берілді. Бүгінгі күнге мына тұрғын үй кезегінде ауданда 3200 адам кезекте тұр. Бұдан бөлек тағы да 2-5 қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізілді. Оны біреуін біз қабылдап алдық. Екінші тұрғын үй осы жыл соңына дейін аяқталып, қабылдап алатын боламыз. Бұл 2 үйді 120 азаматқа берілетін болады. Бұдан бөлек тұрғын үй мәселесін бюджет қаражат есебінен ғана емес, ата бабамыздан жалғасын тауып келе жатқан дәстүрлі асар тәсілімен де осы жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бүгін осы 20 жылы осы бағдарлама басталғалы, осы аудан тұрғындарына, мұқтаж отбасыларына 56 үй табысталған болатын. Биылғы жылда біз осы 10 үйді салып, қазір жыл аяғына дейін пайдалануға беретін боламыз мұқтаж отбасыларына. Инженерлік инфрақұрылым бойынша халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша ауданда бірқатар шаралар атқарылып жатыр. 43 елді мекеннің 38 елді мекені ауыз сумен толық қамтылған, немесе елді мекеннің 88,4%-ын құрайды. Бұл ауыз су жүйесіне ауданның Байзақ су мекемесі қызмет көрсетеді. Бұдан бөлек осы ауыз суға байланысты Төрткөл, Жаңасаз, Қусақ 2 ауылдарына да біз жобалық сметалық құжаттарын дайындап, өтінім бердік. Келесі жылы құрылыстары басталады деп жоспарлап отырмыз. Газдандыру мәселесіне тоқталатын болсам, ауданның 43 елді мекенінің барлығы толығымен 100% көгілдір отынмен қамтылған. Аудан аумағында жалпы 137 шақырымды құрайтын аудандық маңыздағы автомобиль жолдары және 437 шақырымды құрайтын 434 елді мекен көшелері бар. 2024 жылы аудандық маңызы бар жолдардың үлесін 98%-ға жеткізу және елді мекен көшелерін жыл соңына дейін 93%-ға жеткізу жоспарлануда. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жалпы 1 миллиард 81 миллион теңгеге 39 шақырымды құрайтын 40 көшеге орта жөндеу жұмыстары жоспарланған. Бұл
көше орташа жөндеу жұмыстары бүгінгі күнге толық аяқталды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау саласы бойынша әлеуметтік салада ауданда 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жобасы мемлекеттік бағдарламасына қатысушылар санының жоспары 5520 адам болса, орындалуы 5602 адам, немесе 101,5%-ды құрады. Жұмыс іздеуші ретінде қайрылғандары 5219 адам, тіркелген жұмыссыздар 1509 адам. Аудан бойынша кедейшілік шегінен төмен 2754 адамы бар 453 отбасы тұрады. Бұл аудан халқының 2,5%-ын құрайды. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке бюджеттен 385 миллион теңге қаржы бөлінген. Бүгінгі күнге 452 отбасының 2754 адамына мемлекеттік атаулы көмек және 1 жастан 6 жасқа дейінгі 898 балаға кепілдендірілген әлеуметтік көмек тағайындалды. Білім саласы бойынша президент айқындап отырған мәселелердің бірі адам капиталын дамыту. Ол үшін біз бар мүмкіндіктерді пайдаланудамыз. Атап айтар болсам, ағымдағы жылы білім беру саласына 29 миллиард теңге бөлініп, өткен жыл көрсеткішпен салыстырғанда 18,5%-ға артып отыр. Ауданда 44 білім мекемелері, білім беретін мектептер, 52 мектепке дейінгі ұйымдар, бір педагогикалық, психологиялық түзету кабинет және 6 мектептен тыс мекемелер жұмыс істейді. Ауданда оқушы саны 22335 адам, балабақшалардағы балалар саны 4250 адам. Шағын орталықтарда балалар саны 441-ді құрайды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес елімізде соң ішінде жаңа заманауи білім ошақтары бой көтеруде. Атап айтқанда, жайлы мектеп жобасы мен Сарыкемер ауылында 600 орындық мектеп құрылысы жүргізіліп, пайдалануға берілді. 2024-2025 жылы 2 жаңа мектеп құрылысы және Қосақ ауылындағы қосымша құрылыс салу арқылы пайдалануға берілетін мектептер бар. Ол Сарбарақ ауылынан 100 орындық, Аққия ауылынан 100 орындық, және Қосақ негізі мектебіне қосалқы құрылыс, ол спортзал және асхана құрылысы. Осының барлығы мемлекет басшысының жас ұрпақтың тәрбиесіне деген ерекше қамқорлығының дәлелі. Ауданда 3 ауысымдағы мектеп жоқ. Денсаулық сақтау саласына тоқталар болсам, аудан бойынша 44 емдеу мекемелері тұрғындарға қызмет көрсетуде. Аудандық аурухана 132 төсекке арналған, аудандық емхана 250 тұрғынды қабылдауға арналған. 2023 жылы ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында 25 келушіге арналған Жетібай және Дихан ауылдарында дәрігерлік амбулаторияларының құрылыс жұмыстары биыл аяқталып, ағымдағы жылы ол ауыл тұрғындарына пайдалануға берілді. Сонымен қатар, осы жоба аясында Дихан 2, Базарбай, Тегістік ауылдарына фельдшерлік, акушерлік тіректерді және Қызылжұлдыз ауылына дәрігерлік амбулаторияның құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы жыл аяғына дейін пайдалануға берілетін болады. 2025 жылы аудан орталығы Сарыкемер ауылында 200 төсектік орынға арналған орталық аурухана құрылысын жүргізу жоспарланған. Бүгінгі таңда 4,5 гектар жері анықталып, құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін жобалық сметалық құжаттар дайындау әзірленуде. Мәдениет саласы бойынша аудан бойынша 1 аудандық мәдениет үйі, 20 ауылдық клубтар, 1 аудандық орталық, 1 аудандық балалар және 24 ауылдық кітапхана, 1 аудандық тарихи өлкетану музейі, 2 халықтық атағы бар ұжым тұрғындарға мәдени қызмет көрсетуде. Спорт саласына келетін болсам, ауданда 282 спорт нысаны бар болса, оның ішінде 1 стадион, 4 спорт кешені, 207 жазықтық құрылғы, 1 ашық теннис корты, 43 спорттық зал, 26 жапсарлас спорттық залдармен қамтылған.
2024 жылдың 10 айында 348 спорттық іс-шара өткізілсе, оған 16.745 адам қамтылды. Оның ішінде бұқаралық спорттық іс-шаралар өткізу орталығын тікелей ұйымдастырумен 48 спорттық іс-шаралар өткізілді. Оған 2548 адам қамтылды. Үстіміздегі жылы Жамбыл облысының 2023-2027 жылдарға арналған даму жоспарына сәйкес жергілікті бюджеттен жалпы құны 44,9 миллион теңгеге 3 кіші футбол алаңы және 2 құрамдастырылған спорт алаңшалар құрылысын салу жоспарланған. Бүгінгі күнге бұл жоспар бойынша 4 нысан пайдалануға, құрылысы аяқталып пайдалануға берілді. Саркемер ауылында жалпы сомасы 324 миллион теңгені құрайтын дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінге құрылыс жұмыстары 65%-ға жүргізілді. Жыл соңына дейін аяқтау жоспарда бар. Жастар саясаты бойынша жастарды әлеуметтендіру жайы назардан тыс қалмайды. Ауданда 31.578 жас бар. Бұл аудан халқының 29,1%-ын құрайды. Биылғы жылдың 10 айы қорытындысы бойынша жастар арасында жұмыссыздық деңгейі 1,2%-ды құраса, уақытша бос жүрген жастардың үлесі 0,37%-ды құрап отыр. Отбасының цифрлық картасы ақпараттық жүйесі арқылы жүргізілген талдауларға сәйкес 3155 жастың мәртебесі өзектендіріліп, жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде бүгінгі күнге 83 ниет жас қалды. Есепті кезеңде 1850 жас жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылды. Сонымен қатар ауданда 2024 жылға бекітілген межеге сәйкес 100 жасты жасыл ел бағдарламасы аясында жұмысқа тарту көзделіп 6 миллион теңге қаржы қарастырылған. Бүгінгі күнге бағдарлама бойынша 63 жас жұмысқа тартылды. Халықпен кері байланыс бойынша мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына сәйкес ауданда халықпен кері байланыс жүйелі жолға қойылған. 2024 жылдың 10 айында аудан бойынша барлығы 270 қабылдау өткізіліп, 494 азамат қабылданды. Аудан әкімі 17 қабылдау жүргізіп, 42 азаматты қабылдаған, 15-еуі қанағаттандырылып, 14-і жазбаша, 23-не ауызша түсінік берілді. Қазақстан Республикасы президентінің әкімдердің халықпен кездесулерін өткізу туралы жарлығына сәйкес 2024 жылдың 10 айында барлық деңгейдегі әкімдердің тұрғындармен 60 кездесу өтті. Кездесу барысында тұрғындар тарапынан 144 мәселе көтеріліп, 46-сы бүгінгі күнге шешімі табылды, 53-і бақылауға алынды, 45 кездесу барысында түсініктеме берілді. Сонымен қатар кездесу барысында 60 жеке қабылдаулар өткізіліп, қабылдауға 60 азамат қабылданып, 64 мәселе қаралды. Бүгінгі күнге 19 мәселенің шешімі табылып, 22-сі бақылауға алынған, 23 мәселе бойынша кездесу барысында түсініктемелер берілді. Байзақ ауданы әкімдігінің Facebook және Instagram парақшалары ашылған. Аудан әкімдігінің парақшасында бүгінгі күнде 7870 оқырман тіркелген. Бүгінгі күнге аудан әкімдігінің ресми парақшаларына 15 сұрақ, облыс әкімдігінің ресми парақшаларына 16 сұрақ және облыс әкімінің жеке Instagram, Facebook парақшаларына 19 сұрақ келіп түскен. Келіп түскен сұрақтарға дер кезінде тиісті жауаптар берілді. Бұл мемлекеттік орган басшыларының халықпен тікелей байланыс орнатуына мүмкіндік береді. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, жалпы ауданда қоғамдық саяси ахуал тұрақты, мемлекет басшысының алға қойған міндеттерін, сайлауалды бағдарламаларын жүзеге асыруға бізде толық мүмкіндік бар. Сондықтан әр бағыт бойынша кешенді шаралар қабылдап, жұмысты жандандыратын боламыз. Баяндамаңызға рахмет. Әріптестер, қояр сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға рұқсат. Микрофон. Орныңызға отырып қоя берсеңіз болады. Құрметті Болат Мырзаханова, Жамбыл ТВ арнасы, мынандай сұрақ.
Близко то, что в этом году Министерство национальной экономики включило список такой село Сарыкемер, в котором проживает больше 30 тысяч человек и, возможно, получит статус города. Осындай болады ма, то, что Сарыкемерге қала мәртебесі береді? Рахмет. Сарыкемер ауылына қала мәртебесін беру мәселесі әлі бүгінгі күнде біздің аудан бойынша көтерілмеген. Алдағы уақытта бұл жүрсе бір 10 жылдық көлемінде болса болатын шығар деп ойлаймын. И екінші сұрақ, білесіз ғой, то, что Таразда енді жаңа бас жоспары бар, қабылданды осы жылда. То, что 3 ауыл, по-моему, Таразға қосады. Аудан осы шараларға дайын ба? Біз Байзақ ауданынан Тараз қаласына өтетін 3 ауыл бар. Ол Қызыл Жұлдыз ауылдық округі, Қостөбе ауылдық округінің Талас ауылы және Талас станциясы. Осы 3 ауылдық округтің халқы осы Тараз қаласына өтеді. Бұл жөнінде барлық тиісті құжаттар жасалған, Тараз қаласына әкімдігіне берілген. Енді қашан қосады? Оны тиісті қабылданатын қаулыға сәйкес Тараз қаласы әкімдігі жүргізеді ол жұмыстарды. Жақсы, рахмет. Әріптестер. Мағжан Орынбасар, Жамбыл Инфо ақпарат агенттігінен. Болат Мырзаханұлы, менің сұрағым экс-әкім жайлы. Бақыт Қазанбасовты бұған дейін енді әлеуметтік желіде жазылып жүрді ғой. Тағайындалмаған әкімге зейнет жасына шыққаннан кейін кеңесші болды. Одан кейін бір мандатты сайлау комиссиясына өзінің несін ұсынды, кандидатурасын ұсынды деп. Сол кезде де бір депутаттың орны босай қалған екен. Ендігі дәмесі аудандық мәслихаттың төрағасы болғысы келеді дейді. Бұл қаншалықты рас? Бұл ақпарат жалған. Ол кісі зейнеткерлік жасына келгеннен кейін зейнетке шықты. Одан кейін келісімшартпен бір аптадай бізде жұмыс атқарды. Одан өз өтініші бойынша жұмыстан кетті. Бүгін күнге депутаттыққа ол кісі түсіп отырған жоқ. Әкімшілікке жиі келіп тұра ма? Әкімшілікке жиі келмейді. Ол кісі келмейді. Аудандағы білім саласы бойынша ғой, биыл 2 рет шу шыққаны белгілі. Ауданда біріншісі Құмжотуда баланы ұрып өлтіріп қойған, екіншісі бір ауылда жақын уақыттың ішінде 2 бала бірдей жаңағы суицид жасады деген. Жалпы себебі анықталды ма соңғы жағдайдың? Енді Өйткені бұған дейін де өз-өзіне қол салу бойынша облыстық білім басқармасының қолға алған жобалары бар. Сол бойынша бірқатар мамандар Байзақ ауданында да түсіндіру жұмыстарын жүргізген еді. Нәтиже бермеді деген сөз осында. Неге болды? Байзақ ауданының Алтынсарин орта мектебінде, Борлы ауылдық округінде осындай бір оқиға көктемде орын алған болатын. Бір бала, бір оқушы осы төбелес барысында көз жұмды. Ол бойынша қазір сот процесі жүріп жатыр бүгінгі күнге. Ал 2 баланың суицид жасауына келетін болсақ, Түймегент ауылдық округінде 25-27 қазан күндері 2 осындай қайғылы жағдай болды. Бұл жерде де бұл оқушылардың қандай себеппен ондай қадамға барғаны түсініксіз. Бірақ осы оқыс оқиғалар орын алған кезде бүкіл аудан әкімдігі, аудандық прокуратура, ауданда білім бөлімі, ішкі саясат бөлімдері мамандары жедел түрде сол ауылдарға барып, 5-11 сынып оқушылар арасында түсіндірме жұмыстарын топ құрылып, түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, психологиялық көмектер берілді. Ол жерде ата-аналарымен, оқушылармен түгел осындай жұмыстарды біз түсіндіру жұмыстарын жүргізіп өттік. Бүгін күнге аудандағы барлық 44 білім ошағының барлығындағы мектеп директорлары, мектеп директорларының орынбасарлары, психологтар, социологтар түгел осы бағытта күнделікті осы оқушылармен жұмыс жасап жатыр. Бағанағы қала аумағына қосылатын 3 ауыл жайлы ғой. Тұрғындар қарсы емес пе? Бұған дейін сауалнама, түсіндіру жұмыстары жүргізілді ме? Ол қала аумағына беретінен бұрын
бұл бойынша барлық түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, халықпен қоғамдық тыңдалымдар өткізілген. Соған байланысты бүгінгі күнге халық ешқандай қарсылығы жоқ, бәрі қолдайды ғой, қолдайды. Әріптестер? Әріптестер, қосымша сауалдарыңыз болмаса, біз баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Құрметті Болат мырза, алаңымызға келіп, тақырып аясында толық ақпарат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ал құрметті көрермен, тақырыпқа сай туындаған сауалдарыңыз болса, Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің әлеуметтік желідегі ресми парақшаларына немесе WhatsApp желісіне жолдасаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.